Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат презентацияны нөлден бастап қалай жасауға болатынын көрсету. Не үшін? Көптеген әріптестер бұны біледі ғой, бірақ оқушылар білмейді. Мен оқушыларыма үй тапсырмасында осылай презентациямен жұмыс жасауды тапсырған едім, ал нұсқаулығын осылай YouTube-ке салып көрсетемін дедім. Егер де сіздерге қажет болып жатса, көріңіздер. Тапсырманы тек мысалы үйге тапсырманы кітаптағы жаттығуды орында деп қана емес, баланың ізденуіне, өзін-өзі дамытуына мүмкіндік берсеңіздер деген тілегім бар. Сонымен қалай жасаймыз? Тышқан сілтемесінің оң жағын басамыз, балалар. Осы жерге создать деген батырманы басасыздар. Содан кейін презентация PowerPoint дейсіздер. Бірден осылай шығады, атын қазірше 8 деп жаза салайық. 2 рет тышқан сілтемесін басу арқылы сіздер бағдарламаны ашасыздар. Сәл күтейік, мінекей айналып жатыр. Негізі ол жылдам ашылу керек, менде программа өте көп болғаннан кейін осылай болып тұр. Первый слайд дейді. Міне мына жақта экранның сол жағына қараңыздар. Менің тышқанымның сілтемесінің қайда бара жатыр, соған мән берсеңіздер. Создать слайд бастық. Мына жерге тақырып жазамыз. Мәселен, Мағжан Жұмабаев, кешіріңіздер, Жұмабаев кім, иә? Сұрақ белгісі. Енді дайындаған, міндетті түрде дайындаған, мысалы тұяқ Әсия болсын, иә? Тексерген Болкенбаева ады. Енді екінші слайдты жасау үшін мінекей қайда қою керек сізге? Тышқан сілтемесіне қарап отырыңыздар. Міне бос жер, мына жер, жоғары жақта создать слайд, мінекей. Енді көптеген мұғалімдер де түсінбей жатады, енді оқушылар өз алдына слайдқа мәтінді қойып қояды. Ол дұрыс емес. Тура осы слайдқа әріптестер, оқушылар презентацияға диаграмманы да қоюға болады, суреттер қоюға болады. Енді әзірше мен қазір фигураны қойып көрсетейін. Мына жерде көптеген фигура, соның біреуін таңдаймыз. Мысалы, былай қоямыз, иә, мынау артық керек жоқ десеңіздер, белгілеп делетпен алып тастауға болады. Алып тастадым. Енді осы жерге сөз жазуға болады. Мысалы, Мағжан Жұмабаевтың шығармалары деген сияқты, иә, әркім өзінше жазады. Вставка, келесі фигураны қоюға болады. Мысалы, мынаны алайық, иә, сызасыздар. Мына сызу үшін тышқан сілтемесін сол жағын басып тұрып істейсіздер. Осыған да сөз жазуға болады. Бұны заливкаға кіріп, әртүрлі түске бояуға болады. Контурын алып тастауға, эффект қосуға деген сияқты болады. Әрі қарай қайтадан создать слайд дейік. Енді әдемі жазуларды да қоюға болады. Мәселен, мына борт артқа бардыңыздар. Мінекей сары түспен жазуға, мәселен, сізге слайд жасаған ұнай-ма деген сияқты, иә. Мыналарды алып тастайсыздар, қажет емес дүниелердің барлығын белгілеп, delete немесе backspace'пен өзгертуге алып тастауға болады, және түсін де өзгертуге болады. Тағы да создать слайд дейік. Енді ең қызық нәрсе вставкада смарт арт бар. Мінекей спискіға кіріп, всемені көріп тұрсыздар, әртүрлі смарт артқа салып жасауға болады. Өте қызық. Мысалы, мынаны алайықшы, циклдың ішінен окей дедік. Мінекей дайын дүние, осы жерге жаза бересіздер. Мысалы, Мағжан Жұмабаевтың шығармаларын жазған кезде, тізімін жазған кезде осының ішіне жазуға болады. Сосын мынаны үлкейтуге, кішірейтуге болады, түсін өзгертуге болады. Ол үшін изменить цветаға барасыздар, жоғары жағында. Мінекей өзгертуге болады, үлкейтуге болады, қосуға болады. Қосу үшін осыны белгілеп кез келген біреуін главныйға кіріп, копировать етіп, вставить десеңіздер, тура сол мінекей қосылды. Мінекей осылай презентацияларыңызды қызықты етіп жасауларыңызға болады. Лайк басып, комментарий жазып бөлісе отырыңыздар. Көп рахмет.